қазіргі біздің көптеген жастар бұл наурызды 13-нен 14-не келетін наурызда мұсылманның мейрамымен шатастырады. Бұл исламда солай істеген мұсылман елдерінде бұның ешқандай исламға, мұсылмандыққа, бұның Құранға, дінге ешқандай қатысы жоқ. Біздің батыста амал көрісу мерекесінде қыз келіншектермен қол алысып көрісуге бола ма дейді. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан әйел кісі бөтен некесі жоқ әйел кісінің қолын ұстаған емес. Тіпті қол берген кезде де пайғамбарымызға байат жасап, мемлекеттің патшасы сіз боласыз деп алдына ант ішкен кезінде де қол берген емес әйел кісілер о кісіге. Одан бөлек пайғамбарымыздың әдемі сөзі бар: бөгде әйелдің қолын ұстағаннан гөрі басыңа темір шаншылғаны дұрысырақ деп айтқан сөзі бар. Сол үшін бөтен әйелдің қолын ұстаған дұрыс емес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 14-ші наурыз мәселесіне келетін болсақ, бұл көріс амалы. Жалпы менің білуім бойынша бұл тек қана біздің батыста бар амал сияқты. Сондықтан бұған ғұламалардан, Ханафи мазхабының ғұламаларынан фатуа іздеу қиын, себебі басқа жерде жоқ болғасын. Жалпы фатуа беру үшін, немесе бір амалды шариғаттан бекіту үшін, немесе оны шариғаттан жоққа шығару үшін ғұламалар 3 ережені қояды. Бірінші, ол шыққан амалымыз, іс-әрекетіміз түпке шыққан себебі, ниеті бір ширк, харам амал болмаса, ол рұқсат деп айтады. Жаңа көрісіміздің түпкі себебі шыққан себебі бір ширк амал болмаса, немесе жаңа мәжусилердің отқа табынатын, күнге табынатын дердің тойы, мейрамы болмаса, тек қана қазақтың өзінен бір себептермен шыққан болса, жақсы себептермен рұқсат. Екінші, оны ырымға айналып кетпесе, яғни бұны жасамаса, көріспесе, осындай бәле болады, зиян болады, бірдеме болады демейтін болса, кім жасаса жасайды, жасамаса жасамайды, дәстүр ретінде қабылдайтын болса, ол ешқандай зияны жоқ. Үшінші, оны дінден білмесе, яғни бұл сүннет демесе, пайғамбардың сүннеті, сахабалардың сүннеті, ғұламалардың сүннеті демесе, бұл дінден емес, бұл өзіміздің кәдімгі қара қазақтың, батыстың дәстүрі. Батыс дегенім жаңа Қазақстан батысының дәстүрі дейтін болса, ол ешқандай зияны жоқ. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху.